тізем ауырады, зорға жүремін дейді. Тізеңіз ауыратын болса, менің қараңыз. Мына мен айтатын нәрсенің барлығын ешқандай врач айтпайды сізге. Қараңыз. Бел омыртқадағы 3-ші, 4-ші омыртқа және жамбас сүйек 8 көздің барлығын орнына қалпына келтірген кезде, қан айналымының барлығын реттелген кезде, тізеңіздің барлығы жеңілдеп қалады. 100% деп айтпаймын, 30-40%. Енді қараңыз. Мен сізге міне көрсетейін. Бұл немене? Міне 3-ші, 4-ші омыртқа. Міне 3-ші омыртқа L3 деп айтылады. 4-ші омыртқа L4 деп айтылады. Мінекей қараңыз, оқып берейін. Расстройство мочевого пузыря, импотенция, боли в коленях. Мінекей. Осы кейбір кісілерде, үлкен кісілерде көбіне дәрет ұстамайды. Осы көп жағдайда осы 3-ші омыртқадан да болады. Бұдан кейін импотенция дейді. Ер кісілерде мужской жағында слабость болады. Осы қисайған жағдайда. И воспаление болған жағдайда, нерв қабынған жағдайда. Енді одан кейінгі 4-ші омыртқа боли в коленях, стопах, ишиаз, люмбалгия, нарушение мочеспускания дейді. Тоже қуыққа жауап беретін бірде-бір омыртқа осы. Бұл неге барлығын омыртқаға алып келіп, қайта-қайта біз омыртқадан іздеп жатырмыз. Бұл барлық емнің барлығы. Себебі Дуров деген врач кезінде доктор наука кісі осылай айтып кеткен. Омыртқасы сау адам, бұл здоровый адам деп. Сол себепті полностью ЦНС деп айтамыз мынаны. Мінекей ЦНС, центральный нервный система деп айтылады. Бұл біздегі мидан шыққан жалғасы, мидың жалғасы. Мынау біз жұлын деп айтамыз. Мидың жалғасының барлығы осы омыртқа аралық жұлынның ішіндегі нерв тамырларының қысылғанынан пайда болатын бірнеше аурулар бар. Оны сізге неврология, неврит, жаңағыдай неше түрлі диагноз қойып береді. Межребрный невралгия деп қойып береді. Остеохондроз деп қойып береді. Неше түрлі несі бар, диагноздар өте көп. Сол себепті егер тізеңіз ауыратын болатын болса, хабарласыңыз. Мұхтар Костоправ. Көп жағдайда біздегі көп емделетін, көп кісілер емделетін. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші стадия, 4-ші стадия емес енді, 3-ші стадияға дейін біраз кісілерді жақсылатын результаттары жақсы. 30-40% жүрістері жақсы болып кетеді. Сол себептен егер снимоктарыңыз болатын болса, мен номеріме жіберіп қойыңыз. Мен сізге консультация тегін жасап беремін. 8-702 712 30 68. Костоправ Мұхтар. Әр қалада қабылдаймыз.